Мен Фариза Алмасқызы, қоғамнан әділдік сұраймын. Құрметті достар, менің сенбі күні жұмысқа шығуыма бейне жазбай түрткі болды, және сіздердің осы істі алу туралы өтініштеріңіз. Қазіргі таңда Фариза ханым маған сенімхат берді. Бұл іспен мен, Алла қаласа, сіздермен бірге отырып құқын қорғайтын боламыз. Десе де бір нәрсе айтып кеткім келеді. Құрметті ер азаматтар, әлеуметтік желіге шығып алып, мен қаңғырып жүрген жоқпын. Өзім біріміз үш үйім бар ғой, бала шаға қаңғырып жүрген шешесі емес пе? Мал болып жүрген. әйелдерден төмен әрекет жасап салқылдап отыру жігітке тән қасиет емес. Бұл ретте құрметті достар, іске енді ғана кіріп жатырмын. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Өйткені Фариза Жақсыгеннің жеке меншігі емес, бұл қазақтың қызы. Ал қазақтың қызын қорлауға мейлі ол кім болсын, медиа тұлға болсын, Енді медиа адам болған екен. жол бермейміз. Жақсыгеннің айтқанын көрдіңіздер. Мен бұл айыппен мүлде келіспеймін. Түрлі менің атымнан жалған парақшаларда ашылып жатады. Бұл мойындамай отыр. Сондықтан мен сіздерден көмек сұраймын. Жақсыгеннің Фариза туралы шындыққа сәйкес келмейтін ақпараттарды таратқанның куәсі болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Рахмет.